біз модель жасадық деп есептейік. Енді модельді тексеруіміз керек. Бірінші тексереміз оның позициясын. Мына модельді ұстаймын, қараңдар. Пивоты мына жерде шетінде тұр. Дұрыс па ол? Дұрыс емес. Иерархияға кіремін, affect pivot only, center to object. Ортасына келтіремін. Енді қарайық. Астындағы координатасын, ал төбеде бізде бар ғой, view деген, соның ішіне viewді басамыз, localда тұрмау керек. Localда тұрса, қараңдар, астын бәрін ойлып кетеді. Local деген бұл локальный координатасы, view деген бұл мировой координатасы. Сонда астына қарасақ, x 8-де тұр, y дұрыс па, мынаның бәрі? Дұрыс емес, бұның барлығы 0-ге теңестіру керек. Тышқанның оң жағын бассам, мына стрелкаларға автоматически 0-ге барады. Так, жақындатып алайын. Неге басылмай тұр Z. Болды. Енді қарайық, шығарайық астынан. Бұлай қойып қойсақ негізі болады, сосын иерархиясын аламыз да барлығын Z бойынша 0-ге келтіреміз. Осылай болу керек. Соңында. Одан кейінгісі енді полигонды тексерейік. Полигон емес, келесі зат бар. Біз соңында гаишник үліш тұр ғой. Соған кіреміз, utilities деген. Ішінде reset form деген бар. Басамыз, reset select. Енді modifyға кірсек, мынандай reset form деген бізде модификатор шығады, модификатор емес бұл. Бұл зат не үшін керек? Мысалға, сендер бүйтіп scale'ды қолданасыздар кейде бүйтіп. Объекттерін үлкейген кейде қалуы мүмкін. Соңында егерде біз оның көлемін тексеретін болсақ, так, мен motion деген панельға кірем. Motion'да біз тексере аламыз. 358. Яғни размері 358. Болай болмау керек. Scale әрқашанда 1-ге тең болу керек. 1-ге. Енді қалай теңестіреміз? Мен оны қазір 1-ге бүйтіп теңестіріп қойсам, мынандай болып қалады. Или так. Мен 1-ге теңестіріп қойсам, мындай болып қалып көрінер ме? Ал маған мысалға осы размерде керек. Или мықты 100 дейді. 100 болу керек. Ал 3D Max'та 100 болу керек. Unity'да 1 болады. Мысалы қараңдар, мен бұлай маған осындай үлкен размерде керек. Ал 138 қалды. Қалай мен оны 100-ге теңестіремін? Сұрақ туындайды. Сол үшін біз utilities'ға кіреміз, reset selected дейміз, convert to editable poly. Енді қайтадан кірсек 100 болады. Сонда біз ойынға экспорттайтын кезде осылай өткізуіміз. Неге? Біз как будто мысалы қазір ойлаңдар, даланы жасап отырмыз. Киіз үй тұр, мынандай қора тұр, қора кішкентай болады ғой, төмен қарай. Сөйтеміз да, негізі қораның размері, негізі киіз үйді біз үлкейтіп қойғанбыз. Сөйтіп Unity'ға салып жүрген кезде ол киіз үйіміз кішірейіп кетуі мүмкін. Өйткені мына жерде біз реттестірмедік scale. Жақсы, бұны түсіндіңдер. Енді келесі біз топологиясын тексереміз. Топологияны білесіңдер ғой не екенін? Топология деген ережесі, полигондардың орналасу ережесі. Біздің ережеміз бойынша бірінші ереже әрқашан не бол? Полигондардың барлығы 4 бұрышты болу керек. Тек өте сирек жағдайда 3 бұрышты рұқсат етіледі. Андай анимация, деформацияға салынбайтын жерлерде 3 бұрыш бола беруге болады. Мысалға, адам жасап жатсыңдар, адамның артқы жақта кішкене 3 бұрыштар болса болады. Неге? Өйткені адамның сүйегі қимылдамайды ғой. Сүйек тек мойны қимылдайды бүйтіп, жан-жаққа. Мысалы, қолына бүгілетін жерде 3 бұрыш тұрып қалса бітті. Бүгілген кезде бүгілмейді, қайта шығып кетеді. Сол үшін мына жердің бәрі 4 бұрыш сызықпен бекітілген болу керек. Жақсы. Енді полигонды аламыз, тексереміз. Қалай тексереміз? Біз ашқан кезде төбеде selection деген панель бар. Соның ішіне кіріп, мына жерде қараңдар, тең деген бар, кіші деген бар, үлкен деген бар. Біз егер теңді бассақ, 4-ке бассақ, select'ті бассақ, барлығы алынады. Яғни барлық төртеулер алынып тұр. Біз егер 4-тен үлкен деп алатын болсақ, міне, 4-тен үлкен полигондары тауып берді. Қараңдар. Бүйтіп қарайтын болсақ, мына жерде. Значит, мына жерде 5 бұрыш болып тұр, көрдіңдер ме? Не? Бұл 5 бұрыш болмау керек. Қалай шешсек болады бұл мәселені? Қалай ойлайсыңдар? Вообще дұрыс істемеген ол, көрдіңдер ме? Кәдімгі қате шығып тұр. Мынаны біз өшіріп тастаймыз.
Так, бұны өшірсек болмайды екен бірақ. Мына былай жазсақ та болмайды. Давайте мынаны өшірсек ше. Өшірсек. Бәрі де қате шықты дейді екен. Осындай кезде проблема болады. Короче, мынаны симметрия жасаған кезде дұрыс жасамаған. Кәдімгі серьезный проблема екен. Ол кезде мына жағын беріп, екі жақтан луп беріп, катпен қырқып жіберсек болады. Катты алып келеміз, мынадан, мынаған, мынадан, мынаған. Қайтадан басайық. Вот, кетті көрінер ма астындағысы. Енді мына жері. Alt 1 деген бар. Alt 1. Alt 1-ді басам. Edge'ді белгілеймін бірінші, сосын Alt 1-ді басам. Так. Мына жерде де қателер бар екен. Дұрыс, мына жер қосылмаған өйткені. Катты аламыз. Негізі бір жағын ғана істеп отырсақ та болады, кейін қайта симметрияға жібереміз ше. Мына жерде былай кету керек қой негізі. Сонда мынаны алып тастаймыз. Мынаны құртамыз, мынаны құртамыз. Мынау да кету керек. Мына жерде біреу бар, иә? Осының кесірінен болмайды. Ладно, істей салайық. Естілмейді. Значит, мына жерде көрінер ғой, бірікпей қалған. Міне. Жоқ, мына таргет допты істей алмаймыз ғой, екеуі бір жерде тұр. Сол үшін істейміз. Welt'тың өзін жасаймыз. Молодец. Так, 517-те 517 дейді. Бұны істелінбейді өйткені мына жердегі біз полигондарды мүмкін өшіруіміз керек шығар, қалай ойлайсыңдар. Мынаны өшіру керек меніңше. Енді бар weld жасау керек. Weld 517, 516. Кейде weld заңдылығын білесіңдер ғой, қалай болады? Екі бөлек жатқан нүктені біріктіреді. Егер де екі нүкте бөлек жатпаса да, короче, андай ғой. Екеуі бір-біріне көрші болу керек. Мысалға, екі нүкте тұр ма? Осы екеуін біріктіре алады да, бірақ мынаумен мынаны біріктіре алмайды. Неге өйткені сызықпен сызып тұрған кезінде мына ортасына кедергі жасайды. Сол үшін біріншісінде біз біріктіре алмадық. Басамын, сосын мынаны өшіремін. Енді мына жерін істейміз. Бірінші жасап болмаса капты аламыз да. Капты басамыз. Болмай ол неге? Мына жерде онда бізді кедергі жасап тұрған бір зат бар. Нүктелер тексереміз. Әлі жасалдыған сияқты болған. Жасалыпты. Просто қап-қара болып тұр. Неге қап-қара? Өйткені ішке қарай қарап тұр. Флипті бассақ. Полигонның екі жағы болады, білесіңдер ғой, иә? Мына мысалы қараңдар. Мынандай плейн жасадым, барлығы өзі білесіңдер. Плейнмен жасалады негізгі структурасы. Давайте мен былай қойайын. Полигон неғып бізге сарысы көрініп тұр, неғып сарысы көрінбейді. Неге? Заңдылығы солай, өйткені ар жағы қара болып тұрады бізде. Яғни полигонның бір жағында ғана түсі болады әрқашан. Егер біз бұған қазір shell деген модификатор беретін болсақ, shell деген, сонда бізде екі жаққа да қалыңдық берді, сол кезде екі жағында түсі көрініп тұр. Shell'ді алып тастайын, қап-қара болып қалды. Енді қараңдар, біз мысалы сумканы жасап жатырмыз, сумканың ішкі жағы керек пе бізге көріну? Керек емес, бізге сыртқа ғана көріну керек. Сол үшін біздің түсіміз сыртқа қарап тұру керек, көрдіңдер ғой. Ал егер ішке қаратуымыз керек болса, ол кезде edit полиға кіреміз. Мысалы, полигон ішке қарау керек болса, белгілейміз и flipті басамыз. Так. Бір-біріне қатысы болып тұр ғой, нормалдар қатысы. Ладно, мұны кейін айтайын. Негізі осылай жасайсыңдар flipпен. Так, жөндедік, жақсы. Енді тексерейік. Полигон қай жақта бар тағы. Міне жерде бар екен. Катты аламыз.
қиямыз. Қараңдар, мына жерде артып тұр. Ctrl Backspace. Басамыз. Так, мына жерде де бар екен. Осындай моменттерде кішкене қиындау болып қалады. Сол үшін мына жерге үшбұрыш допускать етеміз. Болады үшбұрышсыз ақ істеуге. Ол кезде мынаны өшіру керек болады. Тағы да басайық. Мәссаған. Жер деген шедевр болады ғой. Мен ойымша мынаны өшірген дұрыс сияқты. Сөйтеміз да мынаны катпен қырқамыз. Сонда мына жер төртеу болады, мына жер төртеу болады. Мынаны қосамыз. Так. Мына жерде просто қимаған екен. Катпен не қайден қиып тастаймын. Мынаны да былай қиямын. Арқасында бар екен. Олар керек емес, неге? Біз оны қайтадан дәл сөйтіп істеп отқанша біріншіден біз дәл олай істей алмауымыз мүмкін, екіншіден уақыт құртамыз. Сондықтан біз симметрия модель. Білесіңдер ғой симметрия қалай дұрыс жасау керек. Егер біз симметрияны өзін алсақ, симметрияны, ол мынау тұрған пивот бар ғой, манипулятор. Дәл осының бойынан байлай оңға, не солға, не алға, артқа жасайды. Ал егер біз edge-ді белгілеп алатын болсақ, сол кезде дәл қақ ортасына жасайды, осы edge-дің бойынан. Сондықтан да соны әрқашанда ескеріңдер. X-ті басамыз. Басын тексерейік, қараңдар. Кейде flip-ті басу керек болады, бірақ flip бізде құртады. Керісінше жағын жасап алды. Сол үшін біз flip-ті алып тастаймыз. Міне, бітеміз. Мына модель уже дайын, экспорт жасауға. Кейбір моменттер болады. Мысалға, жалпы дұрыс болғанымен, мына жерде біз әлі дұрыс жасайтын заттар бар. Ол бізде мысалға мына жерде, қараңдар, қат жабысып қалған. Біз мына кнопканы білесіңдер ғой, constraint. Қараңдар. Мен қазір мына жаққа жылжытқым келеді бүйтіп. Жылжытсам, мен ол ішке сыртқа кіріп кетуім мүмкін да байқауста. Ал егер edge деген constraintті қосатын болсам, мен дәл осы линияның бойымен жылжимын. Егер алға артқа тартсам, көрме ішке кірмейді. Тек линияның бойымен, мына тұрған линияның бойымен ғана. Бүйтем де жаймен топологиясын дұрыстаймын. Бүйтіп жасаймыз. Симметрияға қарайық. Енді мен дұрыстаған жоқ, мәлі көп дұрыстайтын жерлер бар. Сөйтіп әдемілеп топологиясын келтірсек болады. Соңына тағы edit poly жасайық. Полигонды басайық. Так, бастым, жоқ. Көрдіңдер ғой. Егер кішіні үшбұрыш тапқым келсе, басам. Жоқ, үшбұрышта жоқ дейміз. Тіпті керемет. Моделіміз әдемі шықты. Енді мынау тазарды тағы бір істейтін зат тексере салу керек. Бірақ енді мен жоқ деп ойлаймын. Кейде болып қалады, бәрін аласыңдар да, тышқан орнаған басасыңдар, уэлтті басасыңдар. 498-де 498 болып шығу керек. Яғни before деген бізде қазір бар вертекстердің саны, after деген кейде бір жаңағындай болады, екі вертекс тұрады, екі бөлек негізі, бірақ бір жерде тұрады да, как будто біреу сияқты. Сондай моменттерін қосып жіберу керек. Сол кезде егер де мына жерде 497 болып кетсе, значит екі сондай вертекс бар қосылып, соны қосу керек. Бірақ енді біз мынаумен тексерген кезде белгілі болады ондай бар жоғы. Мынаумен басқан кезде. Ола болса тап-таза шығарамыз, жетіні басамыз, бюджетін қараймыз. 496 полигон. Сол, осы негізгі сендердің жасау керек жұмыстарын. Барлық модельді осылай тазалап шығыңдар. Бәрін тазалап тастаңдар бірінші. Идеальный болады, сосын UV-ді жасайсыңдар. Так, UV жасауды үйрендіңдер ма қыздар? Молядан үйренулерің керек. Давай онда мен UV-ді түсіріп жіберейін ба? Әрқашанда UV деген ол бізде не зат? Жалпы түсінік бар ма сендерде ол туралы? UV деген ондай зат. Қазір UV tile дейін. UV не көрсетіп қойған. Бізде 3D модель болады. Біз
бізде үште модель болады. Осыны мысалы сфера, иә, ол біздің жер беті, глобус болуы мүмкін. Сол глобусты біз мындай түспен бояу үшін біз оны бір жастыққа жаямыз. Жастыққа жайғаннан UV map деп аталады. Сол жастықты жайғаннан кейін біз оны бояймыз. Ол бізде текстура деп аталады. Мысалға, мен қазір сіздерге бірден табиғи мысал көрсетейін, иә, жасап жатқан жұмыстан. Төстікке кірейік, осы жерде ма? Бұяқта емес. Төстіктің текстурасы. Егер төстіктің текстурасы қабыл алыңдар. Мына жерде төстіктің беті тұрады. Біздің төстіктің бетіне бет домалақ қой, адам бетінде. Жабыстырып жіберген кезде келіп кетеді. Мына төстіктің беті, мына төстіктің көзі, не бар тағы? Киімдері, текстура. Осындай сендер әр объектті ертең текстураға жайып бояуларын керек. Енді біз қазір мысал жасайық. Мен осы сумкаға жасап көрсетейін ба? Жақсы, сумкаға жасап көрейік. Мен бірінші мынада қазір осы модельде UV текстура болуы мүмкін. Бірақ ол дұрыс емес болады, кейде қатемен бар, сол үшін мен бүкіл UV-ді алып тастауым керек. Ол үшін Modify панелға кіремін да, UV Mapping Clear деген. Яғни UV маптан тазала, тап-таза бетті жаса дейді. Мен басам. Яғни бұрын соңды UV болса тазалып тастайды. Болды, жоқ. Таза бет жасап жатырмыз. Жаңадан дәптердің жаңа парағын аштық. Ары қарай Unwrap UV деген панельге кіремін. Бұл панельде жаңағы полигон модельдеріне ұқсайды, бірақ шамалы басқаша болады. Енді мен қалай қырқсам болады, қалай бір жастықты жайсам болады. Мен аламда, мына астынан бастап, төбесінде несі бар ғой? Қақпағы ма не? Жабатынша, осыны бөлек бір жастыққа жайсам болады. Сосын мынаны жанынан қиямын да, былайынан астыға қарай. Алдын, артын екі жастыққа жаямын. Сонда бізде үш бөлік пайда болады. Үш қиылған бөлік шығады. Енді қараңдар, біз мынаны бет-бет белгілей аламыз. Осы затты мен жайғым келеді деп. Ол үшін бізге бірінші линиясын сызу керек. Оны біз edge-бен белгілей аламыз. Мысалы, edge-ді біз екі рет бассақ не болады? Қоршап луп болады. Кейде қоршалмай қалатын кездер болады, но қайта әдемі жасалып тұр. Кейде қоршалмай қалса, өздерінің контурмен басып бет-бет қиясыңдар. Өйстемді мен екі рет бастам, уже мына сызық пайда болды. Осы сызықтың бойымен маған кесіп бер деймін. Әлі қызыл болып тұр, бұл кесілмеген. Кесу үшін мен астыға түсем, peel деген жер бар. Peelдің ішінде мынандай батырмалар бар. Көп батырмалар бар, бәрі білу қажет жоқ, уақытылы түсінесіздер. Үшінші батырма бар бізде. Convert edge selection to seams дейді. Яғни, егер де біз edge-бен белгілейтін болсақ, осыны бассақ болады. Енді қайтадан Unwrap'ты ашайын, полигонды алам. Мына жердегі полигонды алам. Неге? Өйткені осы полигонның сызыққа дейін бар, біз қоршаған. Соған дейінгі бүкіл полигондарды ал деп айтамын. Ол үшін төртінші мына жерде батырма пайда болды. Expand polygon selection to seams. Басамыз. Ары қарай мына жерде домалақ peel mode деген бізде батырма бар. Мынау бізде жайылған уже. Қалғандарында мынада жайылып кетті. Бірақ бізге бұлай тиімсіз бет жайған. Жабайы түрде да. Мынау әдемі шықты. Көрдіңдер ғой. Енді мынаны біз екіге бөлуіміз керек. Ол үшін мен мына edge-дарды аламын да, бүйтіп басып екіге бөле аламын. Мына жаға бөлінбеу, мына жаға бөлінбеу керек қараңдар. Маған онша емес бұл. Екінші метод бар. Ол бізде point to point seams деген. Яғни қараңдар. Мен мынаны аламын да бүйтіп. Әшейін мен ешнәрсе басып бір рет басам болды. Бүйтіп ары қарай төмен қарай түсе берсе, бүйтіп өзі кете береді. Көк жолақ болып. Бүйтіп кете беремін. Енді қараңдар, проблема бізде. Бүйтіп отырам ба, мен екі жағында бүйтіп. Маған одан да параллельно жасайтын бір техника керек. Қазір Ctrl-Z-ді басып атым. Ол үшін төбеге барсақ mirror деген бар. Symmetrical geometry selection деген бар. Осыны қосып қоямын, X бағытында қараңдар. Менде дұрыс X осылай жартысынан бөліп тұр. Енді симметриямен жасасақ болады. Өйткені объект бізде симметричный ғой. Мынаны аламыз.
Мынаны аламыз. Қарасаңдар, мынаяқтан жақындап кетті, көрдіңдер ма? Енді мына да алынды. Бірақ ол үшін объектілердің симметрия болу керек. Және де мына ортасына кескен кезде ровно бірдей болу керек жағы. Объектілердің жаңағы несі манипулятор басқа жаққа тұрып қалса, симметрия болмай қалуы мүмкін. Немесе объекттердің өзі симметрия болмаса, ол тағы да болмай қалады. Сол үшін соның бәрін алдын ала қадағаланды. Кейде болады, что істеп қоятасың да, ойбай, объектінің симметрия емес екен, қайта жөндейсің ше. Сол үшін соның бәрін алдын ала істеу керек. Сендерде жақсы шығады деп ойлаймын. Өйткені қыздар тиянақты болады ұлдарға қарағанда. Мен әлі күнге дейін кейде ұмытып кетемін да, ойбай деп қайта жөндеп отырамын. Жақсы, қараңдар, уже мынада үшінші кнопканы баспаймыз. Неге? Уже көк болып тұр, конвертированный болып тұр. Болды, аламыз да, не істеймін? Полигонды алам. Бірінші мына бетті алам. Экспандты басам, оның жартысы алынды. Мынаны жаям. Келесі. Так, мынаны өшірем. Келесісін алам, мынаны алам, и мынаны жаям. Сонда бізде мынаны өшірем қайтадан. Бізде текстура жайылды. Енді мына жерге біз кез келген жазуды жаза аламыз. Давайте файлымызды экспорттайық. Файлымызды экспорттайық. Export selected. FBX деген формат бар бізде. Мен соған экспорттайым қазір. Сөмке деп қойық. Сөмке FBX. Енді Substance Painter'ді ашам. Бізде бұны кез келген текстураны кез келген форматта бояуға болады. Біз оны Photoshop'та боясақ та болады. Біз оны Paint'пен боясақ та болады, мысалға. Бірақ осындай бағдарламалармен жұмыс істеуге бізге ыңғайлы. Substance Painter деген осы 3D-да бояй береді программа. Өйткені сендер текстураны андайға бета бояудатын болсаңдар, қате кетіп қалуы мүмкін. Жайылып кеткен, ол 3D емес. Анықтап 3D-мен бояймыз. Қазір тексереміз. Файл. New деп ашайын. Select. Документқа кірейік. Сөмкеміз бар. Сөмкеміз 39 килобайт, көрдіңдер ғой? Бюджетін. Окей. Сөмкеміз дайын тұр. Сөмкеміз біздің кожаный болсын ба, қандай болсын? Менде жақта материалдардың библиотекасы бар. Қазір мен жақта іздеп көрейін. Кожа деген бізде laser болу керек. Laser. Laser back дейді ол, как раз бізге керек зат. Лақтырайық. Шамалап кішірейтсек болады. И Tripladder Projection. Қараңдар, оң жағында біздің UV-міз тұр, көрдіңдер ғой. Енді тағы да енгізейік, не бар екен мына жерде қызық. Фильтр дейді, маск дейді. Давайте мен бір жазу жазайын. Металлический жазу жазайық, метал дейді. Дансай Академия деп жазып қойық. Өзгермей алды. Өйстіп бояй бересіңдер. Өзім жазып алдым бөлек. Мұндай көп интернетте библиотеканы өзінде жасау болады. Екі программа бар. Substance Painter деген бар, Substance Designer деген бар. Designer деген осы библиотеканы жасайтын программа.
ол жақта кәдімгідей генерировать етесің материалдарды ше. Substance тағы бір нәрсе деген бар, как айтамын, алхимик деген бар. Ол жақта вообще кәдімгідей су шашасың, материалдар жасайсың кәдімгідей күйдіресің, вообще ол мощный компьютер керек. Ондай программаға бар ма білмеймін, бірақ бұрын барды. Сосын келеміз, одан кейін не істесек болады, маска қойсақ болады. Аламыз, бізге жоғары жағын басқаша істеу керек. Мен маска қоямын. Мына жерден жоғары жағын не бар екен? Так, бізде мына жақта лазердің түрі көп болды ғой, фабриктер бар екен, жоғары жағын шамалы басқаша қылам. Дым өзгерген жоқ, енді мен оған маска беремін. Маска деген, яғни қараңдар, біздің жоғары жағы бөлек тұр ғой. Осыны белгілеп аламын. Үстін. Так. Неге бәрі алынып кетті? Бәрі алынып керек. Болды, мына жерін алып. Сосын көлемін кішірейтеміз. Түсін өзгертсек болады. Бұлай сары аламыз ба? Историясы картошка таситын сумкаға айналып кетті. Жан-жағын боясақ болады, күшті текстура келтіреміз. Оп-оңай Substance Painter. Ой болғанда әлі, үйрене бересің, ішінде көп заттар бар. Мен мысалы кеше тағы бір зат үйреніп алдым, өзім білмейтін. Жалпы ол 3D Max'тың қасында оп-оңай, қызықты. Мына жақта бір кайфовать етесің кәдімгі бояған кезде. Көңілді формат не ол? Жаңа қазір біз экспорттаймыз. Export Text деген бар. Әртүрлі формат бар. Output Templates-ға кіреміз. Unity бар, Unreal Engine, V-Ray, Redshift, Renderman дейді. Roblox-тың форматы бар екен тәшіп білген. PBR Metal Roughness дегенді алсақ болады. Сөйтеміз да текстураны экспорттаймыз. PBR Metal Roughness. Қайда экспортта дейді? Adobe Substance Painter 3D экспорт. Давай экспортта көрейік. Substance Painter. Экспорт. Не текстуралар? PNG форматта. Ана алдындағы домбыраның текстурасы. Мынау шейнектің текстурасы қақта. Сөмкенің текстурасы міне. Мынау материалдардың үшін текстуралардың түрлері болады. Base дегені бар, Normal деген бар, Roughness деген бар, Metallic деген бар. Әрқайсысы өзінің функциясына жауап береді. Бірінші Base Color. Бұл цвета ғана болды. Кейін қараңдар, Emissive деген жоқ. Emissive деген жарық. Кейде біраз жанып тұрады олар па? Мысалға, светлячок бар ғой, шатын қоңыз. Денес жанып тұрады. Сол кезде Emissive қолданасың. Default Hate деген мағандар. Неге андай болып тұр? Тансай деген жазу. Hate деген бізде ол Paint-пен боядық қой. Жақындатып қарасаңдар, объем деп тұр, көрдіңдер ма? Сыртқа шығып тұр. Сол материал, яғни какой-то объем беретін. Hate деген. Metallic деген логически не ол? Неге мына жер ғана металлик болып тұр? Қараңдар. Бәрі қап-қара, мына жер әппақ. Яғни Dansai деген жазу бізде металмен жазып жаңа. Жылтырап тұр, көрдіңдер ма? Roughness да болу керек қазір. Normal деген как будто объем береді, и көлеңке жарық бергенде өзгеріп отырады. Өткендегі мен ана нені көрсеттім ғой. Балбал-тас ше. Содағы жарық көлеңкені немеген мықты high poly'ді алдым да low poly'ге алмастырып, осыны текстурға айналдырдым. Осы normal деп аталады. Келесі roughness, ол бізде жылтырамауы. Соны білдіреді. Бұл негізгі текстуралар. Текстурасын экспорттаймыз. Сосын 3D Max'тан
Давайте қазір сендерге қысып көрсетемін. Мынаны жабайық. Текстура сақталды, файл сақталмады. Мына жерде мен қазір Ratchet деген программаны қолданып жатырмын. Diffuse Color'ға біз аламыз да Base Color саламыз. Сөйтемін да мен аға материалын Diffuse Color'ына берем. Енді сөмкеге берсек қазір осыны. Пока что мына жерде көрінбейді. Көрсету үшін біз не басамыз? Төбеде мына жерде шахматный битмапқа кіреміз қазір. Мына басамыз. Ол цветі таза. Келесі жылтырамау үшін roughness-ті береміз. Бұл reflectionға келеді. Жоқ, reflection roughness деген бар екен, осыған келеді. Мүмкін. Так, тексере салайын. Не, осыған келеді. Бір, нөл, сосын металлик бар бізде и хейт бар. Нормалды пока что салмай қойық. Хейтті бампқа берем. Металликті айорға беріп көрейік. Redshift деген шамалы басқашалау. Бұл кішкене қиындау программа. Просто жақсы результат береді. Сол үшін қолданып отырмын. Так. Шамалы әлі корректировка жасау керек. Онда мен кәдімгі Redshift-ті қолданбай қойын. Оңайын қолданайын. Бізде Arnold деген материал бар. Рендер бар. Осыған береміз қазір. Әзірге ассалаумағалейкум. Так, енді PBR деген бағана жасадық қой біз. Ең ыңғайлысы осыған экспортты саламыз. Base'ді Base'ға береміз. Roughness'ті Roughness'ға береміз. Сосын металликті металликке береміз. Хейт пока что керек емес. Давай лучше нормалды аяқтайық. Сөмке нормал. Нормалды бұл аяқтырамыз. Emission керек емес, қалғандары керек емес. Енді Arnold'ты қосайық. Tom Light деген бұл керек бізде. Текстура берейін. Бір HDR map деген бұл керек. Қарапайым HDR map жасап көрейік. Студия дейді. Мына бір көрейік. Міне. Так, roughness-ті дұрыс беріп тұрмыз, қатты жылтырап кетті. Roughness-тің күшін мүмкін азайту керек шығар. Пока что примерно осылай болады.
Енді мына жерге астына бір плагин қойсақ болады. Сосын бұған бөлек материал береміз. Bundan beri kuşar. Енді түсірейік төмен қарай. Как будто бір полдың үстінде жатқандай істеп қойсақ болады. Астынан көлеңкелері көріп тұрады. Қазір қандай процесс жүріп жатыр? Рендер процесс жүріп жатыр. Осындай жасаймыз. Әлі көбірек жұмыс керек әдемі болу үшін.